Сәлем достар, сіздермен бірге Жанат. Бүгін біз сіздермен имбирлі пряниктерді бояу үшін қолданылатын глазурды дайындайтын боламыз. Ол үшін алдымен жұмыртқамызды ақуызын және сары уызын бөліп аламыз. Осылай жалпы ыдысқа бірден бөлсеңіз болады. Егер өзіңізге сенімсіз болсаңыз, бөлек ыдысқа бөліп алып, ағы мен сарысын, сосын жалпы қоссаңыз болады бір-бірімен. Осылай барлық жұмыртқамыздың ағы мен сарысын бір-бірінен бөліп аламыз. Бұдан кейін мен глазурмен қалай жұмыс істеу керек екенін түсіремін. Міне осылай миксерлеп отырып, үстіне қант ұнтағын жаймендеп қосамыз, бөлшек-бөлшектеп. Бірден қосып жіберуге болмайды, бірден айтайын. Миксеріңіз егер сіздің стационарны болмаса, қамықпаңыз, кәдімгі миксермен де жасай беруге болады. Немесе жай миксер болмаса, венчикпен де істесеңіз болады. Миксердің мұндағы көмегі глазурдың ішіндегі ауаны кетіреді. Егер сіз вилкамен істесеңіз, пряникке бояған кезде ішінен ауаны шығару керек болады. Енді барлық қант ұнтағын салып болғаннан кейін үстіне лимон шырынын себеміз. Лимон қышқылы болмайды. Себебі құрамы өзгеріп кетеді глазурдың, сондықтан міндетті түрде лимон согы. Бұл лимонның согы біздің глазурымыздың ағартады. Міне осы дайын болғаннан кейін сызып көресіздер. Сызған кезде бір-бірімен 4 секундтың ішінде араласатын болса, ол өте жақсы глазур бізде. Бұл заливной деп аталынады, яғни глазурдың екі түрі бар, заливной және контурный. Негізі 3 түрі бар, бірақ көбінесе қолданатын жалпы контурный және заливной. Осы заливной дайындап болғаннан кейін осылай үстіне қант ұнтағын қоссаңыздар, қоюланады. Егер сізде қою глазур пайда болса, ол кезде сіз кішкене 1-2 тамшы су қоссаңыз сұйылады. Өзіңіздің керек консистенцияңызды дайындап аласыз. Жаңа айттым, контурный керек болса 7-8 секундта бірігу керек сызғаннан кейін. Егер заливной керек болса, ол кезде 4 секундта бірігу керек. Осылайынан, міне, контурныйдың консистенциясы осындай болады. Бұл бізге пряниктердің жан-жағын сызып шекара қою үшін қажет болады. Міне, міндетті түрде глазурды ылғал шүберекпен жауып қоямыз, себебі қатып қалады қант болып. Барлық дайындаған глазурларымызды пряникке сызбас бұрын осылай кондитерский мешокқа салып қоямыз. Бірден қырықпаңыздар үшін, себебі қатып қалуы мүмкін. Және осылай бояуымызды бірден араластыра береміз дайын болғаннан кейін. Көп араластырудан қорықпаңыздар. Бұл бір рет дайын болғаннан кейін глазур ешқандай айнымайды. Осылай әдемілеп дайындап аламыз. Немесе бояуымызды алдымен суға араластырып кейін салсаңыз болады, ешқандай айырмашылығы жоқ. Міне осындай бізде глазурлар дайын болды. Енді глазурмен мынау контурный глазур. Мұнда жаңа айттым, пряникке шекара қою үшін пайдаланылады. Оны жасаған кезде бірінші нүктені басасыздар және қолды көтеріп тұрып, біткен кезде келесі жерге тоқтайсыздар. Міне осындай пряниктерді қалай жасалатын білгілеріңіз келсе, келесі видеоға өтіңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.